Сағат 12-1-дің арасы еді дейді, намаздың уақыты болайын деп жатыр еді. Әкеме тез дем салмасақ болмайды, жағдайы қиын деп айтты дейді. Әкеп тастайсыз ма қайтып? Иә, үлгереміз бе? Үлгереміз намазға. Жүріңізді мені апарып дейді. Кіріп баратырық дейді, үйіне келдік, қараса 2 этаж үй екен дейді, үлкен үй екен дейді. Үйінің алдына тоқтадық дейді. Менде де көз бар дейді, жан-жағына қарадым дейді. Үлкен үй екен ғой, жағдайы жақсы екен ғой деп кірдім дейді. Кірсем дейді, бір жас баланың тезегіге ұқсаған, айтсам да үлкенде айтып, тезек деп жатыр ғой жас бала. Сондайға ұқсаған иіс шықты дейді, дарбазасынан кіргеннен дейді. Мен ойладым дейді, жас балдар ана жерге отырған ба деп ойладым дейді. Кірдім дейді, кірген сайын жаңа тезектің иісі күшейіп жатыр дейді. Кірсем бір кісі төсекте жатыр екен дейді. Өзінің тышқан тезегіне, өзінің тышқан ауырда болса айтайын, өзінің тышқан тезегіне арпалысып жатыр екен дейді. Қарасам, сол кісінің тезегінің иісі екен дейді. Оны байқамадым дейді, барып Құран оқыдым дейді, Фатиха сүресін. Оқып болған екен, Ар-Рахман деген жеріне келдім дейді, Фатиханы білсеңіздер болады. Ар-Рахман-Ар-Рахим, Ар-Рахман деп оқып тұрып, түріне бір қарайын деп, кім екен деп қарасам дейді. Маған дейді, осыдан 5-6 ай алдын айтқан, қай күнәм үшін намаз оқимын деген 70-ке келген кісі дейді. Өзінің тышқан тезегіне дейді, арпалысып жатыр екен дейді. Қараңыз, Құдай қандай қып қойды дейді да, жаңаны көріп мен жылап жібердім дейді. Ар-Рахманды оқыдым дейді, мына жақта қалған сүрелерді айта алмай қалдым дейді, оқи алмай қалдым дейді. Ананы көріп маған ғибрат болды дейді. Ойладым дейді, осыдан 5-6 ай алдын қандай адам едің, шікіреніп тұрып сөйлеп, қай күнәм үшін намаз оқимын деп, менің үстімнен күлген сияқты болып, мен бұны қатырдым деген сияқты болып отырған адам дейді. Қазір өліммен арпалыс өле алмай жатыр дейді, өзінің боғына араласып дейді. Бұл қазір өмірден өтеді, өмірден өткеннен кейін Құдайдың алдына қандай жағдаймен барады деп, соны да ойлап жыладым дейді. Қараңыз, болған оқиғалар солар. Айналайын жақсы адамдар, әрбір нәрсеге мән беріңіздер. Мейлі, бәріміз періште емеспіз. Жазатын болсаңыздар да, оған көңіліме абатқан жоқпын. Бір сөзді қайталап жаза бермеңіздер. Жазатын болсаңыздар да, сөйлейтін болсаңыздар да, абайлаңыздар. Тілде сүйек жоқ. Өте сақ болыңыздар. Абдуғаппар ұстаздың айтқан сөзі бар. Мен сондай адамдарға осы жаңағыдай қисық сөйлейтін, не қылатын, қисық сөйлейтін адамдарды үстінен кекешіп күлетіндерге жаным ашиды дейтін еді. Неге? Бекерге айтқан жоқ, оны жаным ашиды деп. Ол өзін білсін дейді, ол өзін қорлап атқан дейді, ол біреуді қорлап атқан жоқ дейді. Сол сияқты айналайын, адамдық қадіріңіз бар, құртып алмаңыздар. Бәрімізді пендеміз, адасамыз. Абай атамның сөзі бар, атымды адам қойған соң қайтып мен надан болайын дейді. Қатты айтқан болсам кешіріп қойыңыздар, айналайын жақсы адамдар. Отбасыларыңызға Алла тағала береке берсін, екі дүниенің жақсылығын берсін. Әр қашанда ойлаған арман ниеттеріңізге жетіңіздер, бала шағаларыңыздың рахаттарын көріңіздер. Елімізді сыртты жаудан, ішті даудан сақтасын. Қайда жүрсеңіздер де бір Алла сіздерге пана болсын. Ассаламу алейкум, жақсы адамдар, аман болыңыздар.